Егер сіз грипп болып қалдыңыз, сізде уже температура басталды, ал сіз емделмей жүрсіз, есіңізде болсын, грипп бұл вирусная инфекция, вирус. Яғни вирусты сіз антибиотикпен емдемейсіз. Балаға өтіп кеткенде не болады? Ең бірінші орында баланың бас миы дұрыстанбауы мүмкін. Гидроцефалия болуы мүмкін, менингоцефалия болуы мүмкін. Немесе баланың жүрегінде что-то не так. Яғни жүрегінде тесік болуы мүмкін. Немесе асқазан жолдарында тесік болуы мүмкін. Немесе балада развитие уже бұзылып жатыр деген сөз. Басталып жатқан сезоннан бастап міндетті түрде бір, особенно для беременных, білезігі бар, ішіне фук-фук сеуіп қояды, жаңа вирусты кері кетіріп отырады. Міне симптомның бастапқы белгілері басталғаннан Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жалпы жүктілік және тұмау, жөтел немесе грипп болмаса да, жалпы қандай қатысы бар, осы туралы толық ақпаратты білу үшін ең алдымен міндетті түрде лайк басып, маған подписаться етуді ұмытып кетпеңіз. Және де мына уведомлениені басып қоятын болсаңыз, постоянно менен шыққан бірінші видеоны сіз көретін боласыз. Міндетті түрде достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіңіз, себебі дәл қазір оған осы ақпарат керек болуы мүмкін. Ендеше жүктілік өзі қалыпта грипп болу керек ба? Жалпы біз ең бірінші көтерген сәтте өте кішкентай срокта біздің иммунитетіміз бірден төмен түседі. Біздің иммунитет төмен түскен сайын бізге қарсы вирус, бактериялар жоғары көтеріледі. Яғни не болып жатыр? Бұл жерде может быть грипп, может быть цистит болуы мүмкін, может быть бізде астымызда жаңағыда кальпит басталуы мүмкін. Яғни кез келген бір признакпен көрінуі мүмкін. Ендеше, егер сіз грипп болып қалдыңыз, сізде уже температура басталды, ал сіз емделмей жүрсіз, жай ғана парацетамол немесе терафлю тағы басқасын ішіп жатсыз, не істеуге болады? Жоқ, олай болмайды. Неге? Есіңізде болсын, грипп бұл вирусная инфекция, вирус. Яғни вирусты сіз антибиотикпен емдемейсіз. Антибиотик деген не деген сөз? Антибактериальный препарат. Яғни сіз онымен ешқашан емдей алмайсыз. Ол көмектеспейді. Вирусқа қарсы дене керек. Яғни противовирусный ішуіңіз керек болады. Қандай дәрілер ішуге болады? Қазіргі таңда өте жоғары ацикловир, биофлазид, смотря сізде қаншалықты үлкен дәрежеде, сіздің өкпеңіз қаншалықты таза емес, соған байланысты. Сонымен қатар қазіргі уақытта өзіміз самолечениемен ешқашан айналыспаймыз. Неге? Себебі, когда біз самолечениемен айналысамыз, уже бізде не басталады? Біз ең көп асқын тұтқан қазір ковидті пропускать етіп алуымыз мүмкін, біз пневмонияны пропускать етіп алуымыз мүмкін, соның әсерінен біз балада зиянын өткізіп алуымыз мүмкін. Түсінікті ғой? Сондықтан міндетті түрде терапевтке немесе пульмонологқа барамыз, өкпемізді тыңдатамыз. Сонымен қатар жүктілік кезде өкпені рентгенге түсіре аламыз. Тек біз ішімізге, яғни жатырға фартук, арнайы фартук болады, соны киіп түссек болғаны. Ол балаға ешқандай зиянын келтірмейді. Ендеше, бұл балаға өтіп кетсе не болады? Естественно, бізде жатыр, оның жаңа плацента жатыр, яғни бізде не бар, сол плацента арқылы балаға өтеді. Бірақ 100% емес. Неге? Себебі барьер бар. Барьер деген не? Қорғаныш қызметін атқаратын нәрсе бар. Яғни сол фильтрдан көп нәрсе өтпей қалады. Может быть, 10, ары кетсе 30% ғана өтеді. Қалған нәрсе өтпейді. Любой кез келген, яғни инфекция 100% өтпейді. Мейлі ол цитомегаловирус, мейлі герпес, мейлі ОРВИ, или тағы басқа да, барлығы да солай. Бірақ қай кезде, егер біздің иммунитет мықты болса ғана. Ал иммунитетіміз әлсіз болса, онда, конечно, 100% ол балаға өтіп кетуі мүмкін. Балаға өтіп кеткенде не болады? Ең бірінші орында баланың бас миы дұрыстанбауы мүмкін. Гидроцефалия болуы мүмкін, менингоцефалия болуы мүмкін. Яғни сізге қарапайым тілмен айтқанда баланың басы дұрыс емес, ол жерде су бар, ол жерде киста бар, тағысын тағы айтуы мүмкін. Немесе баланың жүрегінде что-то не так. Яғни жүрегінде тесік болуы мүмкін, немесе асқазан жолдарында тесік болуы мүмкін, немесе балада развитие уже бұзылып жатыр деген сөз. Особенно біз 18-22 аралықта узиға түскен кезде анық біз жерден көре аламыз. Сондықтан менің сіздерге ұсынатыным 20-22 аптада міндетті түрде 3-ді немесе 4-ді узиға түскендеріңіз дұрыс. Өзіңізден ем алмаңыз. Енді сақтану үшін не істейсіз? Профилактика ретінде грипп басталып жатқан сезоннан бастап міндетті түрде бірінші дұрыс тамақтаныңыз. Жиі сарымсақ жеңіз, жиі лук жеңіз, более ашылу, аппетитті ашатындай, жиі етті тағамдар ішіңіз, жиі сүтті тағамдар қолданыңыз. Сонда сіздің иммунитетіңіз мықтылай түседі, оған сіз жол бермейсіз. Одан бөлек дыши.
элементарный д, ш и дыши просто, да. Вот соның спрей бар, маған өте қатты ұнайды. Особенно для беременных білезігі бар, үстіне фук-фук сеуіп қояды жаңағы, и үстіңізден солай шығып тұрады. Ол не істейді? Ол вирусты кері кетіріп отырады міне. Как оксалиновый мазь, бірақ оксалинка қазір өкінішке орай көмектеспейді ғой. Ал бұл дыши сізге точно көмектеседі, да? Немесе мына екі құлағыңыздың артына былайынан бет жағып қойсаңыздар болады, сақтану үшін. Сонымен қатар, уже симптомның бастапқы белгілері басталғаннан, яғни тамақ жыбырлау, қышу, әлсіздік, слабость, бас ауыру, кішкене ғана жөтел басталып жатқаннан бірден фурацилиннің 10 таблеткасын мынандай бокалға 10 таблеткасын саласыз, қайнаған су құйып ертесіз, да, осымен каждый 3-4 сағат сайын мұрныңызды және тамағыңызды шайып отырыңыз. Не только өзіңіз, даже балаңыз кіне шайып қойсаңыздар болады. Элементарный фурацилинмен. Сонда сіздің грипптің ішке кіруіне, вирустың ішке кіруіне кедергі жасап, оған көмектесесіз. И міндетті түрде комплексі витаминдер ішіп жүріңіз. Витажиналь, фамвиталь болады, немесе фемибион бір ішсеңіз, витрум или вит, кез келген комплекс витамин ішуді ұмытып кетпеңіз. Және де плюс цинк плюс С. Яғни С бізде аскорбинка, иммунитет көтереді, и цинкті қосып ішуіңіз керек, противовоспалительный. Бұл жүктілік кездер кез келген аптасында ішуге болады. Ендеше денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сіздің денсаулығыңыз, сіздің балаңыз біз үшін де, сіз үшін де маңызды. Толық ақпарат, не істеу керек екенін тағы да білгілеріңіз келсе, менің Instagram парақшама кіріп, подписация етуді ұмытып кетпеңіз. Ол жерде неше түрлі стористі оқиғалар айтылатын болады. Барлықтарыңызға алғысымыз шексіз.